шашты. Неге вроде бы өскен сияқты, бірақ вы еще длиннее хотели же, да? Біраз адамдар шаш өсірді ғой осы карантинде. Біраз адамдар шаш өсірді, или тақырбас, или будылай болу короче. Иә, өсіреді, иә, алып отыр ғой. Иә. Екі вариант. Рома нашли же, да? Абжапар, сәл кішкем баяғыра жылжып отырып алсың ба? Ыңғайлы. Мынау ма? Аха, мына жақта прямой төбемнен төндіріп қойыпсың, сәл ары болмай ма? Сол ыңғайсыз өзі сондай. Ақбибіде төбемнен төндіріп қойыпсың деп отырады. Барша Жұлдыз FM радиосының тыңдармандарына тағы да қайырлы таң дей тұрып біз таңғы шоу бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге тікелей эфирде менің сұлу әріптесім Ақбибі Хамидолла және де мен Нұрбек Қасым. Енді біздің студиямызға көптен күткен қонағымыз келіп жайғасты. Карантиннен кейінгі алғашқылардың бірімен бірегейі болып келіп жеткен қонағымыз бар студиямызға. Абжаппар Әлқожа. Қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қайырлы таң, қазақ елі. Қалыңыз қалай? Жақсы. Бүгін тағы да ұйықтамай келдіңіз, иә? Иә. Бірақ көңіл күйіңіз жақсы ғой, иә? Көңіл күй жақсы. Бүгін тағы да ұйықтамай келдіңіз деп сұрағанға қарағанда. Жоқ, бұл кісі эфирге әрдайым ұйықтамай келеді. Сондай дәстүрі бар ма? Қайдан білейін енді, ойлап қалдым ғой. Абжаппар, қош келдің. Қалың қалай жалпы өзің? Малжан аман ба? Бірінші сол қазақи өзімізден амандасуымыздан бастайық. Ауыл қалай? Бәрі жақсы. Ауыл. Енді ауылды барлық Қазақстан біледі ғой. Иә. Ауылы Мақтаарал ауданы болғаннан кейін. Ауыл сондай. Өзім хал күйім жақсы енді. Шүкір, лайым солай болсын. Енді Мақтааралға барып келдің ауылға. Біз енді көрген жоқпыз, көптеген қазақстандықтар тек қана жаңағы әлеуметтік желіде видеолардан көрдік. Жалпы жағдай қалай, өзің көрген білгеніңмен былай бөлісе кетсең қысқа нұсқа? Жағдай қазір жақсарып келе жатыр ғой. Басында енді барлығымызға уайым, қазірдің өзінде уайым. Өйткені қаншама халық, қаншама ауыл, 4 ауыл. Енді Алла жар болсын дейміз. Бар бере алатын көмегімізді беріп жатырмыз. Ең бірінші мынау халыққа риза болдық та. Халықтың мен қазақпын деп біз біргеміз деп біріккен сәті осы бір әдемі сәт болды деп ойлаймын. Енді Алла бұндай бір қайғыны, бұндай бір жайтты елімізге бермей қойсын. Бұл соңғы көргеніміз болсын деп тілейміз. Оның үстіне Рамазан айында беріп жатыр енді. Бұл сынақты. Бұл Алланың назары түскен сондай бір жер болғаннан кейін деп ойлаймын. Халық енді қазір алдыңғыдан басылып, жақсы. Көңіл күй орнына түсті ғой енді. Біздің оңтүстік деген бәрібір иманға өте жақын ғой. Барлығы сабырын сақтап, Алладан тілеуін айтып, ең бастысы жанымыз аман, деніміз сау, басымыз аман деп бір ауыз айтқандарының өзі керемет. Шынында бір жүрекке жылу береді. Енді әр сынақтың артында бір жақсылық тұрады ғой. Бәрекелді. Ауыл көркейе берсін. Қиыншылықтар артынан бір әдемі керемет жақсы жаңалықтармен келе берсін дейміз. Енді Ақбибі, студиямызға қонағымыз келіп жайғасты. Енді біз деген кәдімгі 2 ай қонақсыз таңғы шоуда, кешкі шоуда сағынып қалыппыз кәдімгі қонақпен отырып әңгімелесетін кездерді. Алғашқысы болғаныма қуанамын енді. Рахмет сіздерге. Біріншілердің қатарында болып жүре бер әрқашанда. Қай жақта болсаң да. Енді біз құрметті тыңдармандар дәл қазір Жұлдыз FM Instagram парақшасына тікелей эфирдеміз. Абжаппар Әлқожаға қояр сұрақтарыңыз болса, біздің тікелей эфирге қосылып қойсаңыздар болады. Амония Қырықмылтықова былай дейді. Қанша концерттерінде болсам да, радиоға қанша қонақ болса да жалықпаймын ғой, әндерінде сүйіп тыңдаймын дейді. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Ал енді әндер демекші, карантин кезінде, жалпы карантиннен кейінгі Абжаппар Әлқожаның шығармашылығы ары қарай қалай өрбиді, қалай дамиды? Карантиннен кейінгі? Солай бөлетін болдық қа карантинге дейінгі, карантиннен кейінгі деп. Барлығы сол базбаяғы қалпында. Бірақ осы Рамазан айында енді аздап сабырлы болуға тырыстық. Шығармашылықпен қатты айналысқан жоқпын. Демалдым дейсің ғой? Өйткені өзім бір карантинде емес, Рамазанда демалыс жарияладым өзіме. Карантинде шынымен бірақ үйде жата алмадым мен. Енді жасырын болса да, басқалай болса да ауылға кетіп қалдым. Ауылда жүрдім карантинде. Енді карантин дегенде барша мемлекетке, елімізге келіп жатқан дүние ғой. Көндігеміз, қайтеміз. Жалпы енді карантин кезінде әрбір адам бір нәрсенің қадірін түсінгендей болды. Сіз нені түсіндіңіз сол осы карантин уақытында? Ой, көп нәрсе түсіндім мен. Кәдімгідей философиялық ойланып қоя жауап беру керек болып тұр енді. Пәлсапалық. Карантинде енді көп нәрсе ғой енді. Айтатын болсақ, жалпы
осы мақтарал қатты әсер етті карантинде. Сосын Алланың шеберлігі ғой. Жаңағы қаншама дүние болып жатыр. Исламға қарсы, исламға былай адамдар Құдайды танымай кеткен кездер болды. Кейбір адамдар тәкаппарлығы оянып кетті, кейбір халық өз алдына басқаша жаңағы түймеден түйедей шығаратындар бар. Соның баршасына бір карантин сабақ болды деп ойлаймын. Алланың барша мұсылманды жаңағы намаз, жаңағы жұма намазын айырып қойды деген сияқты Меккеде. Солар маған қатты әсер етті. Сол деген бір жүрегіме батқандар. Иә, қазір бізде енді ән тыңдайтын уақыт екен. Құрметті тыңдармандар, дәл қазір барша түлектердің құрметіне түлектер сағынышы деп Әбжаппар Әлқожа ән салатын болады. Әннен кейін студия қайтып ораламыз. Бұл таңғы шоу, алыстамаңыздар. Мынау жаман шығады. Қатты шығып тұр ма? Рома, у гостя можешь ухо чуть-чуть потише? Наушники можете чуть убавить? Кәдімгідей орысша күшті дейді. Ухо деді ме? Бізге андай төтесімен ғой. Главное түсінсе болды. О, Спасибо. Тойдың айналасында жүрген қаншама адам жұмыссыз қалды. Әншілер айтпағанның өзінде жаңа официанты бар, операторы бар. Талай тамада достарым бәрі. андай кісілерді аяп кетесің да, базарда жүргенше. Бір күндігін табысын тауып, 2000 теңге, 5000 теңге алып қайтатын кісілер болды. Иә. Күнделікті табыспен жүргендер ма? Ағамда мысалға, туған ағамда мысалға көлік жөндейді ғой. Ол да күнделікті ақшасын табатын еді мысалға. Қаншама мысалы Алтынорда, Барахолка, Аптовкада, қаншама жайма базарда отқан адамдар бар. Иә. Нан сататын адамдар бар базарда, самса сататын адамдар бар. Сол кісілерге обал болды, жаман. Күнделікті тіршілік еді. Қиын болды негізі. Күнделікті нан, күнделікті тауып отқан адам, ол бір депозитін ақшада жинап қоймайды. Иә. Былай қарап тұрсаң, осы неде біразың салалардың насық шешілді ғой. Иә. Күнделікті қор жинамайтынымыздың өзі кәдімгідей. Күнделікті өмірмен табыспен өмір сүріп жүргеніміз ғой. Біз әншілердің өзінде де. Ой, баяғыда айтатын ғой, бизнесмен ағаларымыз. Баяғыда емес, постоянно айтады ғой, бір істеп қойыңдар, кафе ашып қор жинаңдар деген сияқты. Ой, қойшы деген сияқты бір оған ынтамыз жоқ. Сахна, костюм, проблема ше. Сол бәрі тиді ғой бәрімізге, әншілерге де. Кәдімгідей 30 мың теңгеге бір айға өмір сүруге болатынын білдік қой. 30 мың теңгеге бір ай деген. Үйде жатасың, басқа не істейсің? Карантин деген. Енді мен ойлаймын да, карантиннен кейін ше біздің елде ішкі туризм дамиды шығар депші. Шетелге шығамайды ғой уже елдің бәрі. Түркия ашылады деп отыр, иә? Кризис болады сияқты. Қинап қойды. Алдында осы карантиннің алдында сен келіп кеткен кейсің да, мен ол кезде болдым, бірақ таңғы шоуға жандәурен болған кезде. Жандәурен болған. Достар, Әбжаппарға сұрақтарыңыз болса жолдаңыздар. Şimdi үздік сұрақтарды қоямыз. Ру кім дейді? Руын білетін жарыстар енді. Қазақстандағы ең танымал қожа мен ғой. Иә. Ең танымал қожа дейсің. Фонограмма заңын қабылдауға қалай қарайсыз деп сұрақ қойған екен. Маған разница жоқ. Айта берем. Төреғали мен дуэтті бір тыңдап жібермедік па дейді. Тыңдайтын шығармыз енді қазір. Негізі басқа әндер қойған. Қандай әндер қояйық? Негізі нақты қарап шығыңызшы. Факт дегенді апсауға болады. Оны да не қояйық? Осылай бола ма, апсауға болады. Той енді көңіл күй көтеріп демесеңіз. Осы бесен ба? Сосын екінші сағатта бар. Сосын екінші сағатта бар онда. Осы сағатқа қандай әндер қояйық, айта қойыңыз. Сен келе алмасаң не ғой? Бар, ол бірақ екінші сағатта тұр. Осы сағатта қояйық ба? Тұрайыз? Қазір, кстати, сіздің жас түлек қарындасыма қойылады. Әдемі? Аха, осы сағатта. Сосын барып, фактың орнына не қояйық. Төреғали мен дуэт? Рома? О, мына жақта қожалар шығып отыр ғой. Мен де қожамын дейді.
Руслан Бей кезет бөлексің палуан дейді. Ассалаумағалейкум деп амандасып отыр. Шақын палуан ол. Палуан әмедің бердім. Мен жабылып қалатырмын. Жала берсем мен. Давай отырайын ба сәл. Да, нормально. Рома? Сосын осылай боламаның орнынан яқойып. Ана, не бар еді? Соңғы шықты. Құмарым? Иә, құмармын. Ол 2-ші сағатта тұр. Рома, можете вот вместо факта поставить дуэт Төреғали Төреәлі и Абдыжаппар? Біз қазақтың боласы. Ага. Что? Я вас не слышу. Какую? Дуэт Төреғали Төреәлі и Абдыжаппар вместо факта. Рома деген сол жігіт жалпы. Танып жүріңдер деген ма? Рома десең міне батамын. Хорошо, что Антон емес бұл. Типа. Ол қысандай. Қатал қарайды. Каждый нәрсеге андайды. Щепетильно қарайды. Антон деп сұрайды. Можете поставить? Рамазан Асылхан деген жігіт жазыпты. Әбеке, Ерасыл Қасен бауырыңызбен жақында дуэт жазатын ойыңыз бар ма дейді. Бұйыртса ән тапқа жүрміз. Ой бар жалпы. Ерасыл Қасен дос туралы жазады дейді. Оны несін айта бересің, достық. Бұйыртса, болады. Ерасыл Қасен болады. Сәлем аллаға. Жанар қаласының мектептен атпақ қойыңыздаршы. Әнді ойлап отырсыз ба? Қазір 2-ші сағаттағын көрсетеміз. Маған разница жоқ. Депсе. Маған бәрібір деп өздері қараңдаршы қалай. Білем деп атсам. Негізі анандай үзілістердің арасында ұйықтап алуға болады. Өте жамалап осы кезде сен болдың да. Өйстіп ұйықтамай келіп. Арасында ұйықтап алып отырып еді ғой Кокоджамы. Қонаққа да күтеміз дейді. Ұйықтырып жатқан жоқ. Достар, тікелей эфирдеміз, таңғы шоуды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде енді қонағымыз келіп студия жайғасқан, тағы да бір естеріңізге сала өтейік. Бізде қонақта Әбдіжаппар Әлқожа, танымал әнші. Тағы да қош келдің, Әбдіжаппар. Қош көрдік, рахмет. Енді карантин жайында жаңа айтып өтті, карантинда ауылда болдың. Ауылда енді жаңа биыл бір сынақ келді, ол жөнінде әңгіме айттық, Мақтаарал өңірінің тумасы. Енді шығармашылық жаққа ойсақ, енді шығармашыл адам болғаннан кейін, әнші болғаннан кейін, алдағы уақыттардағы өзіңнің бір кішігірім жоспарлары бар шығар, алдағы уақытта карантиннен кейін шығады деген әндер жайында бір айтып өтсек. Иә, енді кірісіп жатырмын қазір. Екі әнге. Сол әндер жоспарда бар. Жаңа бейнебаян, жаңа шаш үлгісі. Енді білмеймін, бір өзгеріс керек сияқты. Жаңағы болатын нәрсенің басынан астап айта бермейсің ғой негізі. Біткеннен кейін бәрін ақылдасып сөйтемін. Дұрыс айтасың. Сондықтан алда жоспар көп, бас аман болса, ертіс болса. Халық әншілердің барлығын шекертке деместен, жаңа кейбіреулер аман есен болып, еңсемізді көтеріп алсақ, тыңдармандардың қолдауымен ең бірінші барлығы бола береді деп ойлаймын. Негізі бірақ қандай бағыттағы әндер жазылып жатыр? Лирикалық бағытта әндер жазылып жатыр. Осы жақында әке туралы ән жаздым, өзім әкеме арнап. Сол әнді толықтай шығарсам деп отырмын. Тағы да орта темптегі әндер, оригиналсының стиліндегі, сен келе алмасаң деген сияқты. Енді плагиат емес олар. Күлдің ғой. Енді мынандай сұрақ ән жайлы әңгіме айтып отқаннан кейін, сен келе алмасаң әннің жалпы мақсаты, бір саясаты бар ма? Маған өзіме сондай сияқты болып көрінді. Бұл ән енді бізде халық
көбінесе түсіне бермейді да, бірақ түсінген адамдар, тыңдай білетін адамдар да болады. Енді жаңа әркім талғамы әрқалай. Бірақ біздің эстрада әншілерде мен ойлаймын, басқа мысалы Әзербайжан болсын, түрік болсын, орыс болсын, үнемі қай мемлекетте қандай ән хит болатын болса, соны өз нұсқасында орындап шығады. Біз енді плагиат деген сияқты жаңағы жаман атақ беріп қойғанда, ұрлық әнші деген сияқты. Бұл ән енді Sen Gelmez Oldun, бұл Әзербайжан ұлтының әні. Бұл 1957 жыл шыққан ән ғой. Бұны орыстан ең танымалдары да айтқан, Бианкаға дейін айтқан ең соңында да. Өзбектен мысалға Сагдияны айтты, ол Россияда мысал Райхона деген кісі айтты, Насиба Абдуллаева деген кісі айтты. Өзбектің өзінен 3 әнші айтты. Орыстың өзінен 4 әнші айтты. Гагариналар айтты мысалға. Түріктен 2 әнші орындап шыққан. О екеуі де хит болған. Армяндар қаншама инструменталкамен 11 инструменттің түрімен оны орындап шыққан. Ол инструмент жаңағы не ретінде де кете береді да? Композиция ретінде де кете береді. Ол ән қылып сөз жазуға да кете береді. Бұл енді бүткіл Азияға, Европаға хит болған ән болғаннан кейін, бұл қазақша нұсқасы жоқ екен. Оның үстіне мен бұны бала кезімнен қатты жақсы көретін ән. Енді бұл әнді кәдімгідей плагиат деген сөздерге қарсы тұрып, өзімнің қалауыммен біздің Қазақстанда да осындай осы әннің нұсқасы болса екен деген сияқты өз ойыммен жазған дүнием. Өйткені менің жаңағы болмысыма келеді. Мен өзім орындап шыға алатын сияқты болып өзім даусыңа жатып тұр дейсің ғой. Өйткені бізде Әзербайжаннан алатын болсақ, анадан мынадан алатын болсақ, бізге де олар үңіледі. Бізден де алып жатыр ғой, осыларда не ән бар деп қараса, мысалы бізде де қазақтың қаншама керемет композициялары бар, әндері бар. Олар да бізден алсын, ұрласын керек десең, бірақ олар ұрлады демейді. Әдемі композиция дейді, болды, авторы кім деп сұрап алады, болды. Бізде ғана ұрлады, ұры деп шығатын. Мен енді ойладым да, ішінде жаңағы түрікше, әзербайжанша сөздер бар ішінде. Әзербайжанша түрінде түрік, мен ойладым, Әбжаппар жалпы осы түрік елдерінің ішінде, СНГ ішінде түрік елдері бар ғой. Сол жаққа танымалдығын ары қарай шығару үшін де бір мақсат болған шығар алдыда деп. Өйткені танымал ән. Ол мақсат та бар. Өйткені жаңағы армансыз адам қу жетім деген сияқты. Бұл мақсатқа да үлкен бір бой қойып қойғанбыз. Бұйырса ол да болып қалатын шығар. Барлығы ниеттіке ғой. Алдағы жоспарларға жасаған бір қадам дейсің ғой бұл да. Бұл мен қалай мысалға тек қана конкурстық түрде емес, эстрадалық түрде мысалға Таркан түріктен шықса да күллі әлемге танымал болды ғой. Өз тілінде ән айтты деген сияқты. Мен де осы қазақтан шығып эстрадалық бағытта осы Таркан секілді, Россияның әншілері секілді бір өзімнің бір әдемі қолтаңбағымды қойсам деген арманым бар. Бәрекелді. Нұрдос, осым туған күнің құтты болсын, эксклюзив машинистің жігіттерінен жалынды сәлем деп мына жақта хаттар келіп жатыр екен. Қош келдің, қожаның қара баласы дейді енді. Жаңа айтып жатсың ғой, ең танымал осы Қазақстанда қожа мен шығармын деп. Мында да жазып жатыр екен біраз кісілер. Ой, Әбжаппардың түрі не болған, сақал мұртты жіберіпті ғой кәдімгі дейді. Карантин. Енді карантинде мынадай болды ғой. Тақырбастар, сосын жаңа будулай, шаш өскендер. Сен шаш өскендердің қатарына жатқан сияқтысың ғой, шаш өскендер не дедің? Шаш будулай бар ғой, будулай деген. Жоқ, ол кейіпкер ғой кинодағы, шаш өскендер, будулай деген. Болды, мен сондаймын. Түріктің жігіттеріне ұқсап қалыпты дейді. Ассалаумағалейкум Әбжаппар, жалпы қазақ елі айтқалы болсын деді. Балам Қайсардың туылған күні еді, құттықтап жіберіңіздерші деп осындай хат түскен екен. Балаңыз Қайсардың туған күні құтты болсын, үлкен азамат болсын. Керемет күнде туған күні болып жатыр ғой. Иншалла, Алла береке берсін. Енді бүгін жалпы 25 мамыр мектеп бітірушілер күні. Өзіңіздің сол 10 жыл бұрын бітірдім дедіңіз, иә? Сол 10 жыл бұрын сіздерде мектеп кеші қалай өтті, мектеп бітіру кеші? Мен 9-дан кейін кетіп қалғанмын ғой. Мен сияқты. Жоқ, 9-дан кейін де ондай нәрсе болмады ма? Немесе 11-ші сыныпқа барып, сосын сол кезде бірге бара алмадым. Ол кезде сабақ болды деген сияқты. Алматыда жүрдік қой. Бірақ мен үшін сол 9 жылдың өзі керемет мән кесті. 11 жыл оқыған кейбір класстасым жаңа болса, солардың ішінде қазіргі таңда емес, сол кездің өзінде мен класстастарым мені бөлек санайтын. Мен оларды бөлек санайтынмын. Менің ұстаздарым қандай, мектебім қандай, Әлия Молдағұлова атындағы нөмір 52-ші орта мектеп деп басталатын өзі
ауылымыздың аты Амангелді. Ол батырдың есімі. Мектебіміз Әлия Молдағұлова, ол да қазақтың батыр қызының есімі. Сондай бір ерекше. Мен мектеп туралы айтсам, эфирлеріңіздің уақыты жетпейді. Жалпы сүйікті сабағыңыз қандай болды сол кезде? Сүйікті сабағым әдебиетпен ән-күй, енді бала кезде. Одан бері геометрия деп қой, география, Қазақстан тарих. Мектепте жалпы озат болдың сияқтысың ғой, жалпы. Мен озат болдым. 4-5-ке оқыған жігітсің ғой. Екеуінің арасы. Көрініп тұр кәдімгі. Достар, дәл қазір тағы да бір ән тыңдап алайық. Әбдіжаппар Әлқожаның орындауында керемет бір туындыны тыңдаймыз. Сосын жарнамалық үзілістен кейін студияға қайтып ораламыз. Бұл таңғы шоу бағдарламасы сіздермен бірге Нұрбек Қасым және де Ақбибі Хамидолла, қонағымыз Әбдіжаппар Әлқожа. Мә, не дедің? Не дедің? Көрсеттің бе? Осы ән жаңа билеген ше, Ақтөбеде. Осы, осы ән. Оны да қазір айтып өтейік те. Түріктердің бір есте қалатын сондай видеолар. Соны параллель шығару керек қой, негізі жыл сайын. Ұйқың қанбаған көрініп тұр. Әлде өзің осындайсың ба? Ұйқың қанбай кәдімгі не тұр ма, мазаң кетіп тұрған сияқты ма, сондай болып. Бабник достар жайлы ән жазсаңдар ма, жазсаңдар ма, сұрақтар көп енді мына жақта. Шегірткелер жайлы айтпаймыз оны. Бір нәрсені қаси берсең, ол ары қарай неғыла береді, оны жаңа атын шығарып неғыламыз оны. Қорқып қалдық шын айтам, айтпай-ақ қойып. Ол уже жаңа белгілі нәрсе ғой. Шегіртке дегенде бір жағынан жаман сөз емес қой, Абайдың сөзі ғой. Шырылдап шегіртке. Жаңа Шырылдап жүр, ән салған. Ән салған деп, көңілді жүріп біледі. Енді ол Абайда мысалы сол теңеді ғой сол кезде. Бірақ енді бүткіл әншін теңеген жоқ та. Сол бір дәуірі солай болды. Соның бір ана көкім, білгіш ақылды көкім. Бұлай алып шығарды. Соның өзі де айтты ғой видеода. Мен үштіп әншілерді ақымақ қылдым, мені таратты. Бұл жерде бұл маркетинг, мен әтеге істедім деп тұр. Өздеріңіз қараңыздар. Біле сайыншы. Там, короче, екінші сағатта бар ғой. Орысша сөйлейді. Зор болып қалайық деген ән тұрда, қалғандары жаңа әндеріңізді. Сол екі әннің орнына Төреғалимен дуэт қойық па? Қайсының орнына қойық деген сұрақ. Райыңызда жоқ па? Онда екінші сағатта решим оны. Сам сұрайса едіңіз. Жәудірмің жоқ па? Бара? Тамам. Тамам. Çayınız var mı? Ой, бүгін Әбдіжаппар келеді деп, Ақбибі кәдімгідей таңертаңмен мынандай күшті. Постоянно алып келесің ба сондай күшті? Бүгін мен ерекше. Сіз қазір таңғы шоуға шықпайсыз. Жан өрінен таңғы шоуға шығайшы мен енді деп, ауысайықшы деп. Таңғы шоуға шықпайсың ба? Мен кешкі шоудамын ғой негізі. Кешке жақын біздікі. Өзің ұйықтадың ба? Мен ұйқыны қандырып сағат көз таңертең сағат 11-ге шейін қызарады да, сосын арай жасыл болады. Білмеймін, мен кеш жаттық қой, 3-те ұйықтадық қой. Футбол басталып кетті ма? Қайықта ойнап жүрсіңдер? Неде? Мерейдің артында. Стадион бар екен. Ана не жақта ойнап жүреді, әйтеуір Рысбек бар ғой аташ. Сол постоянно футболға кездесіп. Брусиловский, Шакарима жақта бір стадион бар екен. Сол стадиондар көп ашылып жатыр ғой қазір. Жақсы ғой. Жоқ, Ақбибі отыр, столы бар. Ақбибін тұрғыз қойсындар ғой деп отыр. Ондайға бармаймыз енді. Достар, таңғы шоуды ары қарай жалғастырайық. Дәл қазір көлікте бізді тыңдап келе жатқан тыңдармандарымызға ақ жол тілейміз. Одан кейін СТВ телеарнасында бізді тамашалап отырған тыңдармандарға қайырлы таң тілеп қояйық. Таңғы астарыңыз дәмді болсын. Бізде бүгін қонақта танымал әнші Әбдіжаппар Әлқожа. Қош келдің тағы да. Айтпақшы, Қоба не болды? Ал Инстаграмыңда кәдімгі Қобаға мініп, жұмыс керек болса не болып отыр сол жағы трактор? Қалжың ғой енді. Жоқ, достарымыздың жерінде ремонт жүріп жатыр екен да.
сол жерге барғанбыз, жағдайын сұрасып. Сөйтіп танысып, ол Абжаппарды көретін күн бар екен ғой деп, жаңа тракторист ағам көңілді күймен түсті да. Сосын ар жақта әңгімелесіп кеттік сол. Айдап көрейінші дедім, автомат коробка екен. Автомат ба екен? Ауылда трактор айдап көргенбіз ғой енді. ГАЗ-3 деген машиналар. Айдап көрсем күшті екен, китайский. Сол видеоға түсіріп алған сол. Өзіме қызық болған екен сол. Жалпы енді болашақта айтып жатыр ғой, әртүрлі мамандық иелері шығуы мүмкін, қазіргі актуалды болып тұрған мамандықтар жойылып кетуі мүмкін деп. Егер де әншіліктен айналыспайтын бол, шаршадым дейтін болсаң, қандай мамандықпен ары қарай бизнеспен айналыссаң, қандай бизнеспен түрімен айналысар едің деген сияқты. Мен соны білмеймін. Болмайды ғой. Адамды Аллах тағала жаратқанда өз бір кәсіп беріп жаратады ғой. Біреуді етікші қылатын болса, ол жаңа бізді етікке жақсы тығып, жақсы тіге алады да ол. Біреуді журналист қылып жаратса, оны сіз сияқты жаңағы әдемі бір сөздер, жаңа дауыс беріп қойып, мысалы Ақбибі сияқты еркелеп отырады. Әркім мамандығы өзіне бір тартып тұратын дейсіз. Менің енді қолымнан келетіні жігіт болғаннан кейін жаңа жет өнері аз деп жатамыз ғой. Аллаға шүкір өнерлеріміз жетеді, бірақ жаның қалаған, тәнің қалаған, жүрегің қалаған, бұл енді өнер деген алып дүние ғой. Бұны енді кәсіппен шатастыруға болмайды. Фанаттарың көп, ол сөзсіз дейді. Амония Қарқымалтабадан келген сұрақ екен. Сол фанаттарыңыздың тарапынан сыйланған ерекше сыйлық қандай, есіңізде ме дейді? Тыңдармандар тарапынан. Ерекше сыйлық. Білмеймін, барлығы ерекше ғой. Әр кезде әрқалай эмоциямен келеді да. Сыйлық деген бір барлығы ерекше болғатын себебі жазуымен келеді, мысалы. Маған мысалы концерттерге барғанда андай торт жасап келетін ұнайды. Суретіңді салып, өзің жеп отырасың, сосын оригинал деген жазу сияқты тәтті ару деп жазып келетін торттар ұнады маған. Өте қатты ұнайды сондай торттар. Мен негізі тортты қатты жемеймін да өзі. Тәттіге қатты құмар емеспін, бірақ сол ұнайды торт әкіп келгенше бір туған күнім сияқты болып қалады. Сосын ойыншықтар деген сияқты өздерінің әдемі хаттарын сыйлап жатады. Сол ұнайды. Концертте енді білмеймін, необычно андай бір ойда жоқ нәрсені жасады деген нәрсе жоқ. Барлығы қарапайым сыйлықтар, бірақ ерекше барлығы мен үшін. Енді жалпы карантин кезде негізі біраз әншілеріміз үйде отырып жаңағы тікелей эфирде әндерін орындады дегендей. Сіз жалпы сондайға ойыңыз қалай? Қалай қарайсыз? Мен де орындадым ғой. Жоқ, енді сіз де орындадыңыз, я білеміз, бірақ мысалы кейбіреулері кәдімгідей студияға келіп, сөйтіп бір ерекше орындады ғой. Сондай нәрсеге дегенім ғой, ойыңыз қалай? Ол енді үлкен ағаларымыз орындап шықты ғой. Білмедім ол. Екі ойлысың да ол жерде. Біз жас болғаннан кейін ба, жаңа үлкен ағаларымыз өте бір кәсіби жаңа меңгеріп тастаған ғой өнерді. Сәкен ағаларымыз, Мейрамбек ағаларымыз жігіттерге ортеді беріп жатыр ғой. Жұбаныш ағаларымыз. Енді ол кісілер халықтың көңіліне жаңағы әдемі дүние жасап жатыр да. Мен олай шыға алмадым, шыны керек. Прямойларымда студияда отырып ән айттым, домбырамен, гитарамен, балаларды жаным алып. Бірақ арнайы бүйтіп концерт болады деп хабарлаған жоқпын. Білмедім, сол өзімді шақырмады. Жаңа Ернар Айдар айтпақшы, мән бермеппін ғой. Сол сөз кәдімгі хит болып жатыр. Мән бермеппін деген ән шығатын сияқты жақында. Тағы да бір ән тыңдап аламыз ғой Ақбибі. Достар, ән тыңдап алайық, сосын сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Алыстамаңыздар. Ойды бөле деген 30 секунд деген нәрсе. Көз алдыма тұрып алды да, тез айт деген нәрсе сияқты көзім. Экскурсия тұрып алады, өстіп қайда басып жүр. Достар, енді мына жақта хаттардың бәрі оқылмай жатыр, көптеген хаттар қонағымызға келіп жатыр. Тақырыпқа байланысты және де сұрақтардың арасында енді біз де өзіміз сұрақ дайындаймыз ғой. Біздің сұрақтар қайталанбайтын сұрақтар болса қойып жатырмыз мүмкіндігінше. Сондықтан егер де хаттарыңыз, сұрақтарыңыз оқылмай жатса, просим понять и просить деймін ба жаңа. Әншілік менің ойымша талант, өнер деген басқа ұғым, өз ойым. Әбжаппар қыз таппадым ба. Неге Ташкентте түсірген бе едіңдер? Сен алмасаң клипін? Соны сұрап отыр, неге Ташкентте түсірдіңіздер деп.
жаңа үйренген жау атыспаққа жақсы дейді ғой. Менің клипімді түсіретін өзбек жігіт Батыр Моминов деген кісі. Жалпы көбінесе солмен жұмыс жасайсың, е? Сол кісімен жұмыс жасаймын көбінесе. 50% ән өнерімде, клиптерімде. Сол кісінің идеясы, осылай жасайық, осылай трек болады, осындай болады, осындай болады. Алматыда ұйымдастыратын болсақ, 2 күн, 3 күнде алады да. Ал Ташкентте мүмкіншілікті андай павильондар Жылдан ба? көп береді. Ол жақта павильон өте көп түсініп алыңыздар. Ал өзбекке тартып кетті деген әңгіме емес. Ол жақта павильон көп. Айтып қойсаң, барлығын сен үшін істеп береді. Өте пысық, сосын клипке үйреніп қалған, ананы әкел десең, мынаны әкел десең жаңа. Бізде Алматыда ананы дайындау керек болады, артынан бүйтіп светті жалынасың, анаған бір бәле келесің, камераңды таппай қаласың деген сияқты. О жақта енді кезінде жаңағы СССР кезінде жаңағы киностудиялар көп болған екен ғой? Сол СССР Қалып қалғанда? кезінде Ташкентке содан дамып кеткенде түсірілім жағы. Барлық ағаларымыз да сол Ташкентке көп түсірді ғой кезінде. Музарттағы ағаларымыз, жігіттер, қай әнші болса да Ташкентті бір көріп шықты ғой. Сол біз енді бір көріп шығып жатырмыз енді. Біз де Ташкент көргенбіз деген. Ташкент көргенбіз біз де. Хаттар, егер де сұрақтарыңыз оқылмай қалып жатса, қыздар, жігіттер, қайтадан жазсаңыздар енді. Ренжімей. Бүгінгі қонақ керемет жігіт екен, қарапайым, әндері тамаша, дауысы да ерекше дейді. Гүлбаршын апайымыз жазған екен. Тұрақты тыңдарманымыз. Рахмет апай. Гүлбаршын апай. Ниетіңізге Алла разы болсын. Той қашан деп сұрап жатыр. Үйлен той қашан болады деп. Ассалаумағалейкум, әннің аты қалай дейді? Әннің аты Жас түлек қарындасыма деп аталатын. Былтыр шыққан ән, 25 майда. Биыл түлектердің көңіл күйі болмағаннан кейін ешқандай ән шығара алмадым. Осы күнге ән шығардан жақсы көретін. Бұзды. Алғашқы ұқсай дейді. Таңғы шоуды әрі қарай жалғастырамыз. Және менің қояйын деген сұрағым бір сұхбатыңызда Бақыт Бедерханұлының сөзіне жазылған бір өлеңге ән жазғым келеді дедіңіз. Соған сай бір ән табылды ма әлде? Жоқ, табылмады. Бақыт аға өзі өте бір әдемі жазғанда. Бүткіл қазағымыздың қасиетті киелі жерлерін айтып, жердің жұмағы деп, жұмыр жердің жұмағы деп жазғанда. Енді оған енді мықты ән керек енді. Сондықтан әні табылған жоқ. Ал өзіңіз жазып көрмедіңіз бе? Мен жазып көруге тырысам, бірақ ұқсап кетуінен қорқам. Болатын шығар бір күні бір несімен. Қазір жоқ оның бірақ. Мынадай хат келген екен. Ассалаумағалейкум, Әбжаппарды жұлдыз өткен қай ән екен? Дауыс керемет, менің жерлесім алда өзбек әндерін орындау жоспарда бар ма дейді. Мені жұлдыз өткен ән деп паспорт дейді ғой жаңағы. Әр әншінің өз төлқұжат әні болады. Менің төлқұжат әнім осы Тәттәру деген әннен басталды. Оған дейін жазып келдік әндерді, бірақ осы Тәттәру әні тойға да, концертке де жақсы кетті. Осы ән арқылы телевизиялық жобаларға көптеген сұраныс пайда болды. Бағымды ашқан Шынберген Сүлейменов ағамыздың әні, сөзін жазған Аян Сейітов, Тәттәру деген ән. Бағымды ашты деп ойлаймын. 30-дан шақырмапсыздар да туған күніне қарсы деп жазып жатыр екен. Осы айдың 30-ы. Туған күн. Сенбі күніне келіп тұр ғой. Сондықтан да негізі ой болған, иә? Иә, негізі ой болған. Бірақ біз енді Әбжаппар алғашқылардың қатарында бірінші келсінші деген сондай ниет болды. Рахмет сол ниеттеріңізге. Амония Қарақмылтықова хат жазыпты. Ең алғаш сахнаға шыққан сәтіңіз есіңізде ме? Қандай ән орындадыңыз? Жалпы ең алғаш тапқан табысыңызды қайда жұмсап едіңіз дейтін осындай сұрақ келіпті. Ең алғаш жаңа нөлөбай дейміз ғой. Біздің ауылда садик дұрыс жұмыс істемеген. Нөлөбайға барған кезде ән айтқанмын. Әлем бір сәт тұрғандай кірпігіңе байланып. Алтынай. Шешем аты Алтынай да, осы анамның аты. Соны әнді айтып шыққам, кішкентай бала болып. Ең бірінші сахна жаңағы бөлінбейді ғой, үлкен кіші болып. Сол ең бірінші сахна.
сол сахнадагы ән сол ән болгон. Ал үлкен сахнада Республика сарайында ол 6-шы сыныбында Бақыт қайда деген ән орындап шыққам. Мен бақытты боламын, әнші болғым келеді деген концертте Алтын Махамбетова ханымның. Сосын қандай сұрақ еді? Сосын ең алғаш тапқан табысыңызды қанша табыс екенін енді айтпай ақ қойсаң болады. Қайда жұмсадыңыз деген. Иә. Басындағы нелерім есімде жоқ, қайда жұмсаған. Кетті ғой десе. Кетті ау деймін. Не болып істедім? Бармен болып істедім ғой кафеде. Сосын 27 000 теңге алғам. Сол кезде. Оны білмеймін қайда жұмсаған. Бірақ ең бірінші тамадалыққа той алғам. Сол кезде костюм шалбарым болды да. Рубашкасын бір бәле таптық енді. Ой, жаңағыдай. Той жүргіземін деп әбден дайындалып, сөйтсем туфлиім жоқ екен. Сөйтіп, Зеленый базарда істейміз ғой, қазір ремонт сотовыйда да. Сөйтіп, көрші аға бар еді, туфли сататын. Сол аға қайттым, өзі орысқа яндай. Не знаю, как это понять деп, сен сөйлейтін кісі ғой. Сөйтіп, аға бір туфли қарызын өтірші, ертең той жүргізгеннен кейін берем дедім. Ана тойда өзім 60 000 теңгеге қалғам. Тамадалыққа да. Ең бірінші тойдан жұмсаған ақшам. Ол туфли сөйтсем, ана өңкей жаңағы Глассман ба атқанда, сонда Глассман ау деймін. Турецкий бір өздерінің фирма. Аға бергіш десем, бермей. Соны удостоверение тастап кетті, ертең болатын болса деді. Болды, хорошо, мен бүгін тойға кетем. Ертең сізге ақшасын әкеп берем. Бағасын сұрамағым ғой, туфлидің. Бірақ костюм шалбарға жақсы келеді да. Алдым, кеттім. 60 000 теңгені алдым, тойды күшті жүргіздім енді. Ұнады. Айтыр, қарғыс жоқ, алғыс бар. Тойға барып келдім. Жаңағы қанша еді аға десем, 53 000 теңге дейді ғой. Алғаш табыстың бәрі туфлиге кетті. Алғаш табыс, бірінші табыс туфлиге кеткен. 7 000 теңге, білмеймін десем. 7 000 теңгені қазір алдағы уақытта сұрай жатармыз. Достар, дәл қазір енді өйстіп әңгіме күшті қызық бір жатқан кезде ән тыңдайтын уақыт, жарнаманың уақыты болып қалады енді. Дәл қазір Роман бізде жарнама ойдым қазір, жарнамалық үзіліс достар, жарнамалық үзілістен кейін тағы да бір керемет ән тыңдаймыз. Әбжаппар Әлқожа және де Еркін Нұржан орындауында керемет туындыны тыңдаймыз. Сосын студияға қайтып ораламыз, алыстамаңыздар. Чай, су ішін ішпейсің. Ақбибі, менен де сұрашы бір нәрсе ішесіз ба деп. Ішесіз, сіз просто өзіңізге қалаушы едіңіз ғой. Менен сұрамадым. Қалжыр. Өзіме үйреніп қалғанда просто. Былай дейді, Қайрат Нұртас мен Ернар Айдар концерттерінде костюм лақтырып жүрсіз, бір нәрсе лақтырам деп ойлайсыз ба концертте дейді. Жаңағыдай енді естелік ретінде деп та. Киімді адамды лақтырғым келмейтін. Ойынқұм ауданы Беназар ауылының жігіттері бүгін 15 болған, мектеп 15 жыл болғаннан кейін. Толықтап жазып беріңіз енді. Осы жігіт красавчик дейді. Теректі ауданынан дұғай сәлем. Анаңызға ең алғаш сыйлаған сыйлығыңыз қандай дейді? Анам. Гүл шығар сол. Гүл ғой, ең алғаш. Бағана. Мен де баяғыда ауылда ән айтып жүрген кезде ең бірінші сол ән айтып шыққан берген. Алтынайды. Есіме түсіп кетті ғой. Қай жылсың? 87 ғой. Біздің кезде сол кездерде келіп жатқан ғой. Түріме қарасаң 93 ба? Шашты асырсаң, шашты алып тастасаң, вообще түрім кішкентай болар ұқсап қалады ғой, бірген. 92, 93, 94, сондай деп. Менмен қатар шығарды ойлаппын. Мен туған інім бар 92-ші жылғы ауылда. Үлкен үйде, сол кісі. Ақтаудан сәлем дейді. Ақтауға жалынды сәлем. Келе жатқан туған күніңізбен. Дайректе өзіңіз жауап беріп жүрсіз ба дейді. Бану. Анда плюс 99 деген тұрады да өзім дайректің же. Ашсам андай көп SMS бәрін жауап беріп үлгеремін. Сондықтан ашпаймын дайрект. Бокс туралы барлығын білгеннен қоятын сұрақта жоқ екен дейді. Жаңағыда соны айтып отыр еді. Мадина успокойся. Мадина Досымова, сіз жаңа бір хат жаздыңыз ғой, мен таба алмай отырмын. Көрмей қалдым, точнее. Сондықтан қайтадан жазып берсеңіз. Анаңыздың үнемі айтып жүретін өсиеті қандай, орындап жүрмін деп ойлайсыз ба дейді. Аллаға шүкір, орындап жүрмін деп ойлаймын. Жаңа таза жүр балам. Сен жаман бір ортада жүрсең, сен ішкілік ішсең,
жаман дүниені көрсем, мен жүрегім ауырады дейді. Сол үшін таза жүрге тырысам, сол үшін анамды ауыртпауға тырысам. Анам ауырып қалады, мен сәл не қылсам. Прямой транстамын ғой анаммен. Аналар деген басқаша болады. Данияр, Таразский Данияр, араласасыңдар ек қой, Дони. Дос, мен де досым ғой. Сол ән анау жыламаны эфирге не қылу керек еді. Алдында бір, ол өзі айтпайды ғой, кейбір звондап Нұреке бүйтіп, ол айтпайды да ғой. Соны өзім ойда жүр. Алдында неге кіргізіп қойған базаға? Сол бір сау көстерін жазып, жаңағындай Инстаграмға салатын бір әдемілеп келтіріп жіберіп тұрады. Әншілер гардеробында қанша костюм бар екен айтады, сізде қанша костюм бар шамамен дейді. Білмеймін. Санамаппын соны. Сыйлап жүре беремін мен костюмдерді. Размерің қалай? Санамаппын гардеробта. Тұрады ғой. Жекеменшік мерекеңізбен құттықтаймыз дейді. Рахмет. Жарнамаға қалайсыз? Менің бизнесімді жарнамап берсеңіз қалай қарайсыз? Жарнама жөнінде келе бар. Жарнама салмаймыз біз. Ана бір видео шығып кетті, барлық әншіден. Ана Данияр деген журналист шығарды ғой. Әншілердің ставкасын біліп. Сол артынан бір екі бала шығып та. Жарнама жасаймын деп. Барлық адамдар Төрешке, маған. Ұтып кеткен жері жарнама жасамаймыз деп айтып мен әлім сұрады. Жақсы болды. Өзіміз жасамаймыз жарнама. Достарымның магазиндері болмаса. Танымал адам болғаннан кейін ақырын басып, жаңа ақырын жүріп анық басып дейтін нені конкретно ұстап жүру керек қой. Маған бір костюм беріп. Айранды да өрлеп ішеді дейді ғой. Иә. Маған бір костюм беруге қалай қарайсың? Мұрат мына жақта кәдімгі құдасы отыр. Бұйыртса осы костюмдер жиналып қалса біз. Хабарласайық, хабарласайық. Әдемі дүние ойластырып, тақса бір. Ерінбей келетін жігіт болса, костюм алуға шын айтыңдар болса, неге бермеске? Ниет түзу болса болды дейсің ғой бастысы. Иә, ниет. Ниет деген. Не істесе де жараса кетеді, көз тимесін, Құдай бере салын ғой сізді бізге деп. Осында күшті хаттар жазыңыздар. Жаман жазылтқандар бар шығар. Жаңағы үзіліс кезінде конкретно жауап берші бауырым деп бір жазған еді. Енді ол да бұрын айтылып талай не қып кеткен не ғой жаңағы. Жоқ. Сен не дедің? Не жайында ма дедің? Қайсың? Жаңағы қожалар мен қаралар деген жайлы соны жазып отыр да. Өзің тауып осы жауабын соң. Жауап бар дейсің ғой интернетте. Жалпы бәріміз бір қазақтың баласымыз достар. Сондықтан енді руыңды біліп жүрген жақсы ғой. Қай жақтан екен үлкен ата бабаларымызды жаңа біліп құрметтеп жүрген дегенмен де бәріміз бір қазақтың баласымыз, бөлінетін неміз бар оның. Сондықтан біріңді қазақ, бірің дос көрмесеңіздің бәрі бос дейді. Өміріңіз кітап деп алсақ, авторы кім және де қай жанрда болушы еді дейді. Амония кәдімгі сұрақты жаудыртып отыр. Ужасы деп. Неге? Не деген дейді? Триллер ужас. Ужасы деп. Өмірімнің авторы құдай ғой. Таңғы шоуларға қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым, менің сұлу әріптесім Ақбибі Хамидолла және де қонағымыз Абжаппар Әлқожа. Сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық енді. Ақбибі, көзіңе қарасам бір күшті бір сұрақ қоюға дайындалып жатқан сияқтысың. Кезек берші маған, кезек берші. Негізі 2020 жылдың басын Таиландқа барып демалудан бастадыңыз. Жалпы Таиланд сізге ұнады. Жоқ, жалпы Таиланд сізге ұнады ма? Сосын алдағы уақытта тағы да бару ойда бар ма? Деге ал кеттік. Бір көретін жер екен. Болды. Бірақ рет бар. Таиландда мен де болғам деп айтып жүру үшін деші. Жоқ, енді бір ерекше ұнайтын жерлер болмады ма? Болды. Ерекше, күшті. Жаңа ондай демалысқа өзі бір көріп қайта көріп қой болды. Оған бір басың ауырып.
керек емес негізі. Жандәурен негізі айтқан, сіздер тұрып жатқан жаңа қонақ үйге жақын жерде тұрыпты. Жандәурен сендердің арттарыңнан жібердік жақсы қой. білетін сияқты. Арттарыңнан агент қылып. Ана кезде ғана соны айтып отырғанбыз. Туыстар сояқта сияқты. Құсайды ғой өзде. Маған шабан берген алтын досың ғой деп Ерасыл Қасен жазған екен. Ассалаумағалейкум. Дайындала бер. Машинаны жуып отыр бұлар. Қапшағайға шығамыз қазір. Олар машина жуып жатыр. Иә, уақытты пайдаланып күтіп отыр ғой негізі мені. Сонымен машина жуып отырайықшы біз деді да. Шаң болып жүрмейік деп. Соңғы кезде көңілсізсіз неге деп сұрақ қойған екен. Тыңдармандар шынымды айтсам, карантиннен жалықтым. Сағынып, елді сағындым, ән айтуды, тойға баруды, кішкентай балаларды қуантуды, балалардың аузына түкіруді, шынымен жаман сағындым. Үйде де мазам жоқ. Онда сағынады ма екенсің кәдімгідей жаңа? Қатты сағындым, шын айтамын. Жалпы негізі өзіңнің мамандығың бойынша актерсың, иә? Бітірген мамандығың Елебеков атындағы колледж. Бітірген жоқпын, бірақ сонда оқығанмын. Актерлік жалпы шеберлік жайында өзің түсінігің, жалпы білімің бар. Болашақта осы кино саласында жұмыс жасап, ары қарай әншілік пен кино жаңағы ұштастыру бойынша жоспарлар. Кино енді оған үлкен бір дүние керек сияқты. Жайдан жай мен кино түсіремін, ана сценарист шақырып бірдеме жазайыншы дейтіндей емес сияқты. Өйткені қазір кино саласы қазақстандық әдемі келе жатырмыз ғой. Алдындары өзбектің киноларын көріп қалып едік қой. Фатима Зухра деп ше. Мен Шымкентский болғаннан кейін соларды көрдік біз. Қазір Аллаға шүкір Нұрлан Қоянбаев ағама ырза боламын да. Күшті кәдімгідей маған ұнайды. Әр киносын көремін. Кәдімгідей мен өзбекпен салыстырамын ғой. Қазірде өзбектің киноларын көріп қоямын да анда-санда. Сөйтсем біз озып кеттік уже. Озып кеттік па? Озып кеттік. Біз жаңа көбісін озып кеттік. Орысқа жетіп алдық қой біз. Күшті ғой. Керемет. Соңғы кезде болып жатқан елдегі жағдайға жайлы ән шығару жоспарда бар ма дейді. Енді әншілер деген енді тек қана махаббат, той томалақ емес, жалпы қоғамда болып жатқан айнасы ғой. Сондықтан мынау соңғы болып жатқан жағдай карантинге шығару, жаңағы жырау бабаларымыз айтқан ғой, 3 індетке ән айтуға болмайды деп та. 3 індетке арнау шығаруға болмайды, 3 індетті жырлауға болмайды деп. Жаңағы ауру бар, су апаты, от апатына да. Бұл жерде ауру мен су келіп тұр ғой бізге. Сондықтан оған арнап ән айтуға болмайды. Негізі мұсылманда. Сондықтан оған арнап ән шығармаймын мен. Шығарсам елге күш беретіндей, біз қазақтың баласы деген сияқты әннің авторы өзім ғой. Сол секілді рухты көтеретін әндер болады. Сол дүниелерді ұмыттыратындай, адамға көңіл сыйлайтын ән. Жалпы адам деген өзі жақсылыққа ұмтылған сайын жамандықты ұмытады ғой. Сондықтан баршамыз жақсылыққа ұмтылып жүргеніміз дұрыс деп ойлаймын. Жаңағы 3 індетке, бірақ індет деп айтады да, 3 жұт деп айтады сосын. 3 жұт қой. 3 жұтқа ән айтуға болмайды негізі. Ал осы Абай атамыздың 175 жылдығына орай ән шығару ойда бар ма? Осы ән негізі біз қазақтың баласы Абай атамыздың 175 жылдығына арнайы жазылған. Негізі бір шетінен да, оны Хабар агенттігі Абай атамыздың 175 жылдығына арналған деп бейнебаянды Хабар агенттігі өздері қолдау білдіріп түсіріп берді. Біздің қалтамыздан бір тиын шыққан жоқ десең ба? Тегін дүние. Орысша жақсы сөйлей аласың ба деп сұрақ қойыпты. Сол жаңа ғана бір Инстаграмда видеоны көріп қалдым, жаңа кәуап пісіріп тұрған кезде, ой, жіберіпсің кәдімгідей әңгімені. Я не смогу, я, брат. Да, вот, я по-русски чуть-чуть стреляю, но... Чуть-чуть. Өзбекшеден жіберу кәдімгі. Өзбекшені енді ертіп барамыз. Гәпірлем жіберсең деп. Репертуарыңызда қанша ән бар, соның қанша ұрланған деп сұрақ қойыпты. Жақсы сұрақ, маған ұнайды осы. Ұнайды, осындай. Біліп алу керек қой екен. Менің репертуарымда 150-ден асады. 200-ге жуықтап қалды қазір соңғы әндермен санағанда. Оның ішінде сен келе алмасаң, кешірім жоқ, ұрланған ән 3 болды ма? 3 болды. Тағы не бар еді? Болды. 3 ғана. Жазира Жанболатпен айтқан ән бар, Индияның әні, ол 4.
Болды негиз. Сол 4 ан го, бирок көзү көрүнө берет. Просто мен орлаган кезде баары хит болуп кетет да. жок. Не да? Моюндап орлойм го. Орлангандан баштап. Айтып кәдімгідей. Айтып. Или жартысын азербайжанча өз тилинде айтып берип, кече деп өзүм жакшы көргөн дүнөмдү сөйтүп жасайм. Әбеке, сіздің машинаны жуып болып, сіздің сұхбатты тыңдап отырмыз деп жазып отыр жігіттер. Енді жақсылап сүртіп қойыңдар. Алла сабыр берсин. Бентли оңай ма десең. Достар, дәл қазір тағы да бір ән тыңдаймыз, сосын студия қайтып ораламыз сіздермен бірге. Таңғы шоу бағдарламасының тікелей эфирде Ақбибі Хамидолла, Нұрбек Қасым және де қонағымыз Әбжаппар Әлқожа. Енді көңіл күй көтерілді ме бір өлең ғой? Иә. Жай үйсте осында бір жарты сағаттан кейін қайтып. Уже болып қалыпты ғой бір сағат деген зу деп. Иә, 10 минуттай үзіліс. Шыға тұрсаңыз ғой студиядан. Иә. Қудым ғой сен де. Кәдімгідей. Сыртқа тартып отыр сен. Жақсы достар, дәл қазір енді біз өшіре тұрайық тікелей эфирді. Сосын студияға қайтып ораламыз, алла қаласа 10 минуттан кейін.